Барлықтарыңызға сәлем, Мирус Kitchen каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5 минутта жасалатын таңғы ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге үкіштен өткізілген ірімшік, кетчуп пен майонез, 1 помидор, 2 тұздалған жұмыртқа және 2 лаваш қажет болады. Бірінші лавашымызды осылай турап аламыз. Кейін үстіне кетчуп пен майонез жағып шығамыз. Кетчуп майонезімізді жағып шыққан соң, осылай кішкене көлеміне қарап помидор саламыз. Кейін сәл ірімшік. Және осылай конвертик шығарамыз. Осылай айналдырып отырып. Сонда осындай бізде конвертик шығады. Менде осы рецептпен 8 штук конверт шықты. Енді келесі 2 тұздалған жұмыртқамызды араластырып аламыз. Келесі сковородкаға сәл ғана сұйық майды құямыз. Және осындай щеткамен барлық бетіне жағып шығамыз. Біздің дайын болған конверттерімізді араластырылған жұмыртқаға осылай 2 жағынан батырып шығамыз. Дайын конверттерімізді қызып тұрған сковородкаға пісіреміз. Оттың асты орташа болуы керек. Сырты күйіп кетпейтіндей, бірақ ішіндегі ірімшіктері еріп үлгеруі қажет. Қақпағын жауып қойсаңыздар болады. Жылдам жасалатын әрі дәмді таңғы асымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер.